Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз шоколадный сметаник дайындаймыз. Ең алдымен сары майға сикелді қосып, жақсылап араластырамыз. Бұның барлығын миксермен дайындауға да болады. Содан соң жұмыртқаның сарысын және қаймақты қосып, қайтадан араластырамыз. Ең соңында ұнды қосып қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды бөлек қоя тұрамыз. Ал қазір пирогтың начинкасын дайындаймыз. 3 жұмыртқаға сикелді қосып араластырамыз. Шоколадқа сары майды қосып ерітіп аламыз. Еріген шоколадымызды қайтадан жақсылап араластырамыз және үстіне қаймақты қосамыз. Мен ыдысым кішкентай болғасын мен үлкен ыдысқа ауыстырдым. Шоколадқа жұмыртқаны қосып араластырамыз. Қамырымызды екіге бөліп, видеодағыдай формаға саламыз. Және үстіне начинкамызды құямыз. градуста 30-40 минут пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын. Егер де видео ұнаса, оны бағалап кетіңіз.